Баршаңызға қайырлы күн дейміз. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі ақпараттық алаңынан өз жұмысын жалғастыруда. Бүгінгі онлайн баспасөз конференциясының тақырыбы пациенттерді медициналық авиация желісі бойынша тасымалдау қағидалары туралы болады. Бүгін біздің ақпараттық алаңымызда қонақта Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы медициналық блогының меңгерушісі Рымбаева Назигүл Жарасқызы. Қайырлы күн, Назигүл Жарасқызы, сөз тізгіні өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Мен Рымбаева Назигүл Жарасқызы, ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығының медицина блок меңгерушісі. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз медициналық авиация желісі арқылы пациенттер тасымалдауды ұйымдастыру қағидалары болып табылады. Медициналық авиация бұл әуе көлігін тарта отырып, халыққа шұғыл нысанды жедел медициналық көмек көрсету. Республикалық деңгейде аталған көмек біздің еліміздегі азаматтарымызға 2011 жылдың сәуірінен бастап ұсыныла бастады. Жыл сайын еліміздің 3000-нан астам азаматы медициналық авиация қызметіне жүгінеді. Қазақстан Республикасы азаматтарына медициналық авиация нысаны шұғыл медициналық көмек көрсету тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жүзеге асырылатынын атап өткім келеді. Сонымен қатар еліміздің жолы нашар шалғай өңірлерінде мекендеген азаматтарымызға автокөліктермен тез жету мүмкіндігі болмауына және дер кезінде шұғыл медициналық көмек көрсету мақсатында медициналық авиация желісі тартылады. Сондай-ақ медициналық авиация шетелдік медициналық мекемелерде ауыр халде жатқан Қазақстан Республикасының азаматтары мен қандастарымызға көмек көрсетеді. Бұл қандай жағдайда? Егер пациент азаматтық авиация тұрақтық рейстермен темір жол немесе автокөлікпен тезгілде алмайтын жағдайда және медицина қызметінің бақылауын қажет ететін болса, орталыққа жүгінеді. Медициналық авиация денсаулық сақтау саласының ерекше әлеуметтік бағдарланған түрі болып табылады. Еліміздің ұлан-ғайыр жерін ескере отырып, орталығымыздың жұмыс істеген жылдары дер кезінде жедел медициналық көмек мамандырылған, оның ішінде жоғары мамандырылған медициналық көмек көрсету саласында, сондай-ақ шалғай аудандарға мамандарды жеткізу, пациенттер және трансплантация жасау үшін донорлық ағза тасымалдау арқасында мыңдаған адамның өмірі құтқарылды. Енді медицина авиация жұмысы қандай бағыттарда жұмыс жасайтындығын толық тоқталайық. Бірінші жағдайда пациент жағдайының ауырлық дәрежесіне байланысты өңірде білікті мамандардың болмауынан кеңес беру немесе науқасқа пациентке ота жасау мақсатында мамандарды жеткіземіз. Екінші жағдай, пациенттерді мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін өңірлерден облыс орталықтарына, облыс орталықтарынан жоғары технология көмек көрсету үшін республикалық деңгейге тасымалдау. Сонымен қатар донорлық ағзалар мен биоматериалдарды республикалық деңгейде республикалық клиникаларға жеткізу. Келесі біздің көмегіміз бұл қашықтан кеңес беру, яғни реанимация, анестезиолог және қарқынды терапия бөлімдерінде жатқан ауыр халдегі науқастарға дер кезінде көмек көрсету. Біздің негізгі міндетіміз көрсетілген қызметтердің сапасын жақсарту мен тұрақты дамудың негізінде уақытылы және сапалы медициналық көмек көрсетуді қамтамасыз ету болып табылады. Келесі көріп отырғандарыңыздай медициналық авиация ұйымдастырудың бірнеше алгоритмін көрсеткіміз келеді. Бұл жағдайда айта кететін жағдай, еліміздің әрбір өңірінде облыстық жедел жәрдем станцияларында өңірлік үйлестіруші дәрігер басқаратын медициналық авиация бөлімшелері бар. Егер біздің пациентіміз ауданда жатса, немесе ауылдық жерде жатса, ауруханаларды өздеріңіз білесіз, орталық ауруханалар, аудандық ауруханалар, немесе ауылдық ауруханаларды атап өтуге болады. Ол кезде пациентке медициналық құжат дайындалады. Медициналық құжатты, әлгі медициналық құжат келіп, өңірлік үйлестіруші дәрігерге түседі. Ол өз тарапынан барлық жағдайларды қарап, негіздемесін бәрін қарап, орталықтандырылған біздің ұлттық шұғыл медицина үйлестіру орталығындағы диспетчерлік қызметке осы медициналық құжатты жібереді. Қаралғаннан кейін медициналық құжаттар
ұшыруға рұқсат беріледі. Ары қарай өңірлік үйлестіруші дәрігер медициналық қызмет көрсетудің барлық процестерін үйлестіреді. Яғни ұшып кеткен ұшатын бригаданың ұшуын, қонуын, ауруханаға жетуін, қайтадан ұшып шығуын, ұшу алдындағы пациенттің жағдайын, барлық жағдайын хабарлап, орталық диспетчерлік қызметке хабарлап отырады. Екінші жағдайымыз бұл облыс орталығында жатқан пациенттер, яғни облыстық ауруханаларда, қалалық ауруханаларда бұл пациенттерді республикалық деңгейдегі клиникаларға жеткізу болып табылады. Бұл жағдайда өңірлік біздің үйлестіруші дәрігерлеріміз біздің диспетчерлік қызметке медициналық құжат жіберіледі. Тәулік бойына жұмыс істейтін аға дәрігер мен фельдшер диспетчеріміз түскен медициналық құжатты қарап, оның негіздемесін тексеріп, ұшақ немесе ұшақты көтеру негіздемесін қарағаннан кейін, және де Алматы немесе Нұр-Сұлтан қаласының алатын клиникалармен келісім барлығын тексергеннен кейін жедел өтінімді рәсімдейді. Ары қарай бригаданы қалыптастыруға кірістіреді. Егер жаңағыдай ұшырылу кезінде керек қосымша мамандар керек болса, ол мамандарды да қосуға өз үлестерін қосады. Сонымен қатар айта кететін жағдай, бұл жағдайларда мысалы барлық жағдайларды өз құзыреттерінде ұстап отырады. Ұшырылым, қону, тіпті ұшып келгеннен кейін ауруханаға әкелетін республикалық клиникаға, мысалы ана мен бала орталығына хабарлап, бригаданың қонғандығына дейін хабарлап отырады. Бұл біздің жұмысымыздың негізгі бөлігі болып табылады. Және айта кететін жағдай, жаңа мен айттым, біздің медициналық авиация бригадасында врач, дәрігер, фельдшерден тұрады. Ол білікті мамандар, керек жағдайда біліктіліктерін артылып отыратын, сонымен қатар қосымша өзінің біліктілігі жоғары мамандарды қоса алуға біз жағдай жасап отырамыз. Енді айта кететін жағдай, медициналық авиацияның мобильдік бригадасының міндеті тек пациентті тасымалдау кезінде қарау ғана емес, ұшу кезінде туындау мүмкін асқынуларды ескере отырып, оның жағдайын бақылау, дер кезінде медициналық көмек көрсету және барынша қауіпсіздік ережелерін қамтамасыз ету болып табылатынын айтқым келеді. Келесі слайдта көретіндеріңіз, бүгінгі таңда картадан көріп отырсыздар, облыс орталықтары қанша облыс орталығы болса, сол орталықтардың барлықтары тікұшақпен немесе кіші авиация деп айтамыз, самолет Ан-2 мен немесе Астана, біздің Нұр-Сұлтан немесе Алматы қалаларымызда үлкен борттардың орналасқандығын айта кеткім келеді. Өйткені Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан біз облыс орталықтарына үлкен борттармен ұшып шығамыз. Егер статистикаға сүйенетін болсақ, бүгінгі таңда 37 бірлік әуе кемесі бар, оның 24 ұшақ, 13-і тікұшақ болып табылады. Пайдаланылатын барлық әуе кемелері Қазақстан Республикасының азаматтық авиация комитетінің рұқсатнама құжатымен бекітілген. Әуе кемелерін және медициналық авиацияның мамандандырылған бригадаларын тарту бағытының қиындығына қарамастан, оған мұқтаж әрбір адамға тәулік бойы жедел және сапалы медициналық көмек көрсету мүмкіндік береді. Ал мұндай ұшырулар ұйымдастырудың жоғары деңгей және жоғары технологиялық заманауи медициналық жабдықтармен жасалынуы пациенттерге медициналық көмек көрсетудің неғұрлым ыңғайлы, қауіпсіз және барынша жылдам ететінін айтуға болады. Келесіде тоқталайын дегенім медициналық авиация желісі арқылы ұшулар, яғни орталығымыздың негізі қаланғанынан бастап 2011 жылдан 2021 жылдың сәуір айын қоса есептегенде барлық қызмет кезеңі медициналық авиация желісі арқылы орындалған ұшулар саны 20.161-ді құрайды. Ұшу саны өздеріңіз диаграммадан көріп отырғандай жыл сайын артып келеді. 2020 жылы еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты кейбір төмендеуді байқайсыздар. Сондай-ақ пациент жағдайының, егер өзіміздің әуе кемеміз бос болмай жатқан жағдайда, біз рейстік әуе кемелерінің ұшырылуын да қолданамыз. Яғни бұл кезде біз білікті маманды өз тарапымыздан кеңес беруге,
науқастың жатқан жеріне немесе ота жасауға жібере аламыз. Көріп отырғаныңыздай сандық көрсеткіштері 147 ұшырылым жасалса, сол 147 ұшырылымда 157 кеңес берілді және 35 ота жазылған айтқым келеді. Сонымен қатар жоғарыда айтып кеткендей, донорлық ағзаларды тасымалдау болып табылғандықтан, осы тасымалдауға 75 ұшырылым жасалғанын айтқым келеді. Тасымалдау кезінде айтатыным, біздің ағзаларымыз жүрек, өкпе, бүйрек, бауыр органдарын біз тасымалдауға атсалысамыз. Медициналық авиация Қазақстан көлемінде ғана емес, шетелдік медициналық ұйымдарда ауыр халде жатқан науқастарды тасымалдайтынымызды жаңа жоғарыда айтқан. Ол біздің азаматтарымыз медициналық клиникада, яғни ессіз, өкпенің жасанды тыныс алу аппаратында жарақат алғандарды өзіміздің елімізге тасымалдауға әрқашанда жүзеге асырып отырмыз осы уақытқа дейін. Бүгінгі таңда әлемнің 24 елінен 90 шетелдік ұшулар болды. Бұл слайдта көріп отырғандағыздай ең жиі ұшатын біздің елдеріміз ол Түрік елі, Ресей еліне ұшамыз жиі және Оңтүстік Кореяға ұшқандығымыз көресіздер. Бұл көп жағдайда біздің азаматтарымыздың шетелге барып демалыс орындарында оқыс оқиғаларға ұшырауы немесе қандай да бір жағдайда жарақат алуы, сонымен қатар бұрынғы аурулардың асқыруының кезінде жаңағы ауыр халда шетелдік ауруханаларға түссе, біз оларды өз елімізге әкелуге әрқашанда дайындығымызды көрсетеді. Енді жаңағы 20.161 ұшырылымда біз 26.576 пациентке медициналық көмек көрсеткендігімізді нозология түрінде көрсеткім келеді. Бұл сіздер көретін слайдта көріп отырғандағыдай 22% балалар арасындағы патология болып табылады. Келесі 20% жарақаттар алғандар көрсетеді, яғни бұл жол көлігі апаты немесе басқа да жарақат алушылар. Өздеріңіз білесіздер, елімізде ана мен бала өлімін төмендету мақсатында бізде өз үлесімізді қосып келе жатқанымызды айтқым келеді. Өйткені көріп отырғандағыздай бізде жүктілік және босанудан кейінгі асқынуларға жиі ұшатындығымызды, сонымен қатар жаңа дүниеге келген нәрестелердің уақытынан бұрын дүниеге келуі кезінде және де өздеріңіз білесіздер, ақаулармен дүниеге келуі. Бұндай жағдайда жас нәресте аудан орталығына немесе ауылдық жерлерден облыс орталығына арыға егер көмек көрсетілуі керек болса, онда республикалық деңгейде тасымалдайтындығын айтқым келеді. Сонымен қатар тағы да еліміздегі тағы бір проблема, бұл актуалды проблема деп айтуға болады. Ол біздің қан тамыр аурулары болып табылады. Яғни 16% құрайтын қан тамыр аурулары бұл еліміздегі біздің азаматтарымыздың инфаркт немесе бас қан миы айналымының бұзылуынан болатын асқынуларды өздеріңіз білесіздер. Келесі айтайын деген көрсеткіштерім, мен бұл статистикаға сүйене отырып, жаңағы 28.860 медициналық қызмет көрсетілген біздің негізгі қызметтеріміз тасымалдау, ота жасау және кеңес беру деп жоғарыда айтып кеттім. Енді негізгі міндетіміз тасымалдау болғандықтан біз көріп отырсыздар 19.286 пациентті аудан орталығынан облыс орталығынан республикалық деңгейде тасымалдағанымызды көресіздер. Келесі біздің 1526 пациентке ота жасалғандығын және 4242 пациентке консультация жасағандығын көресіздер. Сонымен қатар айта кететін жағдай, шұғыл медициналық көмек денсаулық сақтау жүйесінің маңызды болған және болып қала береді. Оның жұмысының тиімділігіне халықтың денсаулығы мен өмірін сақтау айтарлықтай тәуелді. Оны ұйымдастыру деңгейі, ана мен бала өлімі, жарақаттар, инфаркт, инсульт, басқа да көптеген маңызды көрсеткіштер төмендеуіне тікелей әсер ететінін бәріміз білеміз. Енді келесі слайдта көретіндеріңіз, қазіргі елімізде қолайсыз болып жатқан эпидемиологиялық жағдайларға байланысты біздің де қарап отырған жоқпыз, өйткені бұл жағдайда ұшымдарды жүргізе береміз, өйткені
коронавирус инфекциясына шалдыққан ауыр халдегі науқастар аппаратта жатқан, яғни өкпе тыныс алу жолдары нашар пациенттерді бізге 9 айдың ішінде 249 ұшырын жасалып, 1160 пациентке көмек көрсетілді. Жаңа де айта кететін тағы бір маңызды жағдай, біздің орталығымызда ахуалдық орталық бар. Бұл орталықта білікті мамандар кеңес беруге әрқашанда дайын, яғни анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімінде жатқан пациенттерді өздерінің ақыл кеңестермен және ем-домдарын бір бағытта жүйелеу үшін әрқашанда кеңес беріп отырады. Бұл тәулік бойына жүргізіледі. Сонымен осы пациенттерге көрсетілген көмектің саны 182.882 болып табылатындығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді келесі слайда көретіндеріңіз бұл медициналық авиация мобильдік бригадасының медициналық жабдықтары, яғни біз ұшырылу барысында жоғарыда айтып кеткендей, тек қана оны қарап отыру емес, дер кезінде асқынуларына көмек көрсету. Бірінші көріп отырған аппараттарымыз бұл инкубатор кубез деп аталады, яғни жаңа жас нәресте, ақауы бар, уақытынан бұрын босанған нәрестелерді дүниеге келген біз тасымалдау кезінде жылу процесін сақтау мақсатында және баланы қалыпты жағдайда тасымалдау үшін бұл инкубатор кубезді қолданамыз. Сонымен қатар айтып өткенімдей өзгерістер болса, мысалы жинамалы сөмкедегі дәрі-дәрмектермен дер кезінде пациенттің жағдайын тұрақтандыруға осы біздің сөмкедегі жиналма сөмкедегі дәрі-дәрмектеріміз көмектеседі. Келесі бұл дефибриллятор бар монитор деп аталады. Бұл дефибриллятор монитор өздеріңіз білесіздер, енді біздің науқас пациенттеріміз ауыр жағдайдағы ессіз болуы мүмкін, жаңа айтып кеттім, аппаратта болады, өздігінен сөйлей алмайды, өз жағдайын көрсете алмайтын жағдайлар болады. Өйткені ұшу барысында пациенттің жағдайы осы монитордағы экранға қарап отыру арқылы өзгерістерін бақылап, және бұл аппарат бізге дер кезінде пациентке көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Жаңа да айтып өттім, біздің көп науқастарымыз, пациенттеріміз өздігінен тыныс алмауы мүмкін, сондықтан және де аэрофизиологиялық жағдайларды ескеріп отырып, асқынулар болуы мүмкін тасымалдау кезінде, сондықтан бізге өкпенің жасанды аппараты әрқашанда көмекке келетінін айтып өткім келеді. Сөзімнің соңында қорытындылай келе, медициналық авиация қызметі арқылы еліміздің әрбір азаматына мемлекет әлемнің қай нүктесінде болмасын шұғыл медициналық көмек көрсетуге кепілдік береді. Рахмет назарларыңызға. Ақпаратпен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Келесі кезекте сұрақ-жауап сессиясына көшсек. Алғашқы сұрақ, медиация арқылы пациенттерді тасымалдаудың негізгі артықшылықтары қандай? Медициналық авиация борттарымен тасымалдаудың басты айырмашылығы, бұл артықшылығы, бұл әрине жылдамдылық. Сондай-ақ кей пациенттерді жай күйі жолдың нашарлығына жоғарыда айттық, тасымалдау кезінде әсер етеді. Мысалы, жарақат алған кезде олар жер үсті көлігімен арқылы тасымалдау мүмкіндік бермейтінін атап өткім келеді. Мұндай сәттерде медициналық авиация борты арқылы тасымалдау дұрыс шешім. Қайта жарақат алу қаупі аз болады. Және де еліміздің ұлан-ғайыр жерін ескеріп отырып, орталығымыздың жұмыс істеген жылдары жедел медициналық мамандырылған, оның ішінде жоғары мамандырылған медициналық көмек уақытылы көрсетілуінің жету қиын аудандарға мамандарды, пациенттерді тасымалдауды, сондай-ақ кейіннен транспорттаған донорлық ағзалардың жеткізілу мыңдаған адамның өмірін сақтағанын атап өткім келеді. Рахмет. Келесі кезекте Алматы телеарнасының тілшісі Сая Есімхан. Сая. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің бірінші сұрағым мынандай еді, шұғыл шақыруларға ұшулар қаншалықты жиі болады және қандай жағдайларда? Рахмет сұрағыңызға. Біз айтып өттім, бізде орталық диспетчерлік қызметте тәулік бойы жұмыс істейміз. Тәулік бойына жұмыс істегендіктен бізде тәулігіне 3-тен 15-ке дейін ұшыру жүзеге асырылады. Ұшырулардың негізгі үлесі біздің жаңағы айтып өткендегендей жаңа дүниеге
жаңадан келген нәрестелер, жарақат алғандар, жүктілік немесе босанудан кейін асқынулар және де жүрек қан тамырлары ауруларын атап өткім келеді. Екінші сұрағым мынандай еді, ұшақта медициналық көмек көрсету кезінде қандай қиындықтармен күресуге болады? Енді өздеріңіз білесіз, әуе кемесімен ұшу мен жер үстіндегі автокөлікпен пациентті тасымалдау ол айтарлықтай өте көп айырмашылық болады. Өйткені сіз бортта ұшып келе жатқанда, мысалы дәрігер мен фельдшер екеуі ғана болады. Олар өз біліміне ғана сенеді. Егер және командалық методпен жұмыс істеуі дұрыс жолға қойылған болса, олар дер кезінде асқынулар болған кезде, жағдайының өзгеруі болған кезде көмектеседі. Олар жер көлігіндегі тасымалдаудағы сияқты тоқтап кеңес ала алмайды, немесе жағдайының нашарлағанына байланысты жақын маңдағы медициналық клиникаға жеткізе алмайды. Сондықтан олар өздерінің алған пациентін А нүктеден Б нүктеге дейін тасымалдаудың нақты белгіленген бағыты бар. Сондықтан олар барлық жағдайда ұшу кезіндегі болатын аэрофизиологиялық ерекшеліктерді білуге қажет. Рахмет. Келесі кезекте Алматы ақшамы газетінің тілшісі Бақытжан Аманболқызы. Бақытжан, біз сізді тыңдап тұрмыз, сұрағыңыз. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым, медициналық авиация қызметкерлері оқытудан қаншалықты жиі өтеді және өз білік дағдыларын арттырады ма? Сұрағыңызға, яғни біз дәрігерлер өмір бақи оқып келе жатырмыз және оқи береміз, өйткені біз өзіміздің тасымалдауға алатын пациенттеріміздің өмірі біздің қолымызда. Сондықтан бұл бізді үнемі жаңа нәрсені үйреніп, біліктілігімізді артып отыратын адамдар санатына жатамыз. Сонымен қатар пациенттерге сапалы және уақытылы медициналық көмек көрсету үшін білім алу мүмкіндігі жыл сайын артып келетінін айтқым келеді. Жаңа жабдықтар пайда болуда, әлемдік клиникада кем түспейтін жаңа ауруханалар салуда. Соған біз сәйкес болу үшін біздің ұлттық шұғыл медицина орталығында оқыту тренингтік орталығы бар. Бұл біздің мамандарымыз, яғни дәрігерлеріміз, фельдшерлеріміз тұрақты түрде өзінің медициналық біліктілігін арттыру мақсатында циклдарды өтеді. Медициналық манипуляция техникасын пысықтайды, шұғыл көмек көрсетудің озық әдістері мен халықаралық стандарттарымен танысады. Сонымен қатар медицина қызметкерлерінің біліктілік деңгейін арттыру халыққа сапалы медициналық қызмет көрсетуді қамтамасыз етудің кепілі болып табылатынын тағы да айтқым келеді. Жауабыңызға көп рахмет. Соңғы сұрақ, медициналық авиация қызметтерін пайдалана отырып, пациентті Қазақстаннан шетелдік клиникаға және кері бақты тасымалдауға бола ма? Қазақстан Республикасы қолданысындағы заңнамасының негізінде шетелдік клиникаларға пациент тасымалдау үшін медициналық авиацияны пайдалану мүмкін емес. Ал керісінше Қазақстан Республикасының азаматтары шетелдік медициналық клиникаларда тасымалдау туралы шешім медициналық көрсетілімдер мен пациентті орналасқан жері бойынша медициналық ұйым ұсынатын құжаттама негізінде, сондай-ақ біздің өкілетті органымыз тарапынан, яғни Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі ұлттық шұғыл медициналық орталығы да медициналық атқару комитетінің комиссиясының шешіміне сәйкес қабылданады. Яғни түскен медициналық құжатты медициналық атқарушы комитеттің құрамына кіретін барлық комиссия мүшелері толығынан қарап, керек жағдайда қосымша сұрақтарымыз болса, маманның сұрағы болса, шетелдегі өзіміздің консульствоға жүгінеміз, олар бізге әрқашанда керек құжаттарымызды алып беруге көмектеседі. Сонымен қатар айта кететін жағдай, бұл жаңағы гемодинамикалық көз кешіктері, және тыныс алу жасанды аппаратта болса, соның режимдерін, параметрлерін және де тағы да басқа көрсеткіштер бізге керек болса, біз қосымша ол ақпараттарды сұрап отырамыз. Ұшырылымға дейін біз сол мәселенің бәрін шешіп аламыз. Өйткені бізге
жаңағы медициналық авиацияның мобильді бригадасы ұшу алында ол дайын болу керек. Өйткені біздің мақсатымыз Қазақстан азаматын аман, есен елге қалыпты жағдайда тасымалдап медициналық көмекті алу. Назигүл Жарасқызы, уақытыңызды бөліп, маңызды ақпаратпен бөліскеніңіз үшін көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен жұмысымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.